Бұл соғыс аймағы емес, бұл апаттан кейінгі қалада емес, бұл Америка. Әлемдегі ең бай елдердің бірі. Ал дәл қазір сіз көріп тұрған жер ол Кенсингтон. Мұнда адамдар жүрмейді, мұнда адамдар тірі қалуға тырысады. Көшедегі тірі өліктер. Адамдар қисайып тұр. Кейбірі қабырғаға сүйеніп қатып қалғандай. Кейбірі көшенің дәл ортасында ұйықтап жатыр, ал кейбірі тіпті қозғала алмайды. Бұл кадрлар зомби фильмі емес, бұл Филадельфия қаласының шынайы өмірі. Сарапшылар бұл құбылысты опиоид эпидемиясы деп атайды. Ал жергілікті халық қарапайым ғана біздің аудан өлді дейді. Бұл қалай басталды? 2000-ші жылдардың басында Америкада ауырсынуды басатын дәрілер кеңінен тарай бастады. Дәрігерлер науқастарға опиоидті препараттарды оңай жазып берді. Сол кезде фармацевтикалық компаниялар миллиардтаған табыс тапты. Ал қарапайым адамдар тәуелділікке түсті. Кейін дәрілер қымбаттады. Ол арзан балама пайда болды. Оның аты героин. Одан кейін фентанил шықты. Фентанил морфиннен 20 есе күшті. Кейде бір ғана доза адамды өлтіруге дейін жетуі мүмкін. Бірақ мұнда адамдар оны күнде қолданады. Ойлап көріңізші, күнде. Мысалы, Майкл. Ол бұрын жұмысшы болған еді. Отбасыға жұмысына болашағы бар еді. Бір күні жұмыс барысында белін ауыртып алды. Дәрігер оған ауырсынуға қарсы дәрі жазып берді. 6 айдан кейін Майкл дәрісіз өмір сүре алмады. 1 жылдан кейін ол жұмыссыз қалды. 2 жылдан кейін ол көшеде тұрды. Бүгінде ол Кенсингтон көшелерінде күнін өткізеді. Ол жаман адам емес, ол жүйенің құрбаны. Себебі ол бұл нәрсені өзі таңдаған жоқ. Көшедегі өмірге келсек, бұл ауданда ашық түрде есірткі сатылады. Полиция сирек араласады. Қылмыс жоғары. Адамдар тротуарда инъекция жасайды. Кейбір еріктілер тегін шприц таратады. Себебі лас ине ВИЧ пен гепатитке әкеледі. Бұл парадокс. Bir жағынан заңсыз, екінші жағынан адам өмірін сақтау әрекеті. Неге бұл нәрсені тоқтатып қиын? Себебі мәселе тек есірткіде емес. Бұл кедейлік, психологиялық жарақат, жұмыссыздық, үмітсіздік. Адам үмітін жоғалтқанда ол ауырсынудан қашады. Ал есірткі уақытша қашу. Бірақ қайтар жол әрдайым ашық бола бермейді. Статистикаға келетін болсақ, ақш-та жыл сайын ондаған мың адам есірткіден қайтыс болады. Көпшілігі осы фентанилде. Әрбір санның артында адам тағдыры тұр. Әке, ана, бала. Бұл тек бір аудан емес, ұлттық дағдарыс. Үміт бар ма? Әрине бар. Реабилитациялық орталықтар бар. Қайта оралған адамдар бар. Өмірін жаңадан бастағандар бар. Бірақ бұл жол өте ауыр жол, өте ауыр. Тәуелділік әлсіздік емес, бұл ауру. Сіз бұл кадрларды көріп не ойладыңыз? Бұл адамдар кінәлі ме? Әлде жүйе ме? Пікіріңізді төменде қалдыра кетіңіз. Видео ұнаса видеоға лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар.